Алла. Ол Алла. Одан басқа тәңір жоқ. Ең көркем есімдер оған ғана тән. Таха сүресі 8 аят. Алланың көп есімдері бар, және солардың ішіндегі ең ұлығы Алла. Себебі Алла дегенде барлық есімдерді бір мезетте айтқандай боласың. Һәм осы кітапта айтылатын бүкіл көркем есімдердің иесі болған Раббымызға тіл қатасың. Саған қандай да бір нәрсе қажет болғанда, тек одан сұрап, тек оған ғана қолдарыңды жайып дұға ететін боласың. Алла есімі барлық көркем есімдерді қамтитын ерекше есім. Ұлы жаратушы иеміздің осы есімі содан кейін келетін барлық есімдердің мағынасын қамтиды. Мысалы, ризықты беретін, арттыратын, жарататын, өліні тірілтетін, тіріні өлтіретін, ғаламды жоқтан бар етіп жаратқан жаратушы, күллі жаратылыстың жаратушысы, түрлі нұқсандықтардан мінсіз, күллі көркем есімдердің ұлы және мәңгі сипаттардың иесі, барлық нәрсенің шынайы құдайы. Бұл есім ешбір тілге аударылмайды. Барлық тілде осылай қолданылу керек. Негізінде Құран бастан аяқ Алла есімін жан-жақты танытады. Құрандағы 114 сүре, яғни 6000-нан аса аяттың бәрі Алланы әртүрлі жақтан түсіндіреді. Құранды толық түсінгенде ғана Алла есімін толық тануға болады.